Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 115 сабағымыздың тақырыбы сын есім деп аталады. Бүгінгі сабақта сын есімдерді ажыратуды, сонымен қатар сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренеміз. 46 жаттығуда мәтін берілген, мәтінді түсініп оқимыз. Самыркеш ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсі орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Бұл мәтін «Сен білесің бе» энциклопедиясынан алынған. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін не туралы? Мәтін самыркеш құсы туралы. Келесі сұрақ, мәтіннің түрін анықта. Мәтін түрі сипаттау мәтініне жатады, себебі самыркеш құсын сипаттап тұр. Оның ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы деп айтып тұрмын. Сондықтан да бұл сипаттау мәтініне жатады. Келесі сұрақ, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Қарамен жазылған сөздер ақшыл, қоңыр, қызғылт деген. Бұл қандай деген сұраққа жауап береді және заттың түсін білдіреді. Заттың түсін, түрін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. Осы ережені оқушылар міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Келесі 47 жаттығуда жұмбақ берілген, жұмбақты көркем жазамыз. Шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл жұмбақтың шешуі қарбыз, себебі қарбыздың сырты жасыл, ал дәні қара болып келеді. Қарбызды кескен кезде іші қызыл болады, және ол сулы шырын. Енді оқушылар осы жұмбақтың ішінен сын есімдердің астын сызамыз. Сын есімдерге қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерге сырты қандай? Сырты жасыл. Дәні қандай? Дәні қара. Іші қандай? Іші қызыл. Яғни жасыл, қара, қызыл деген сөздердің астын сызып шығамыз. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр дейді. Жұмбақтың шешуін табуға бізге түстердің көмегі тиді. Себебі сырты қандай? Сырты жасыл, қара, қызыл деген сөздер арқылы біз қарбыз екенін анықтадық. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 48 жаттығуда суреттер берілген, суреттер бойынша мәтін құрастырым. Суретте әке аю мен бала қонжық берілген. Әке аю суда жүзіп жүр. Ал екінші суретте әке аю судан шығып, баласын шомылдырғысы келеді. Ал баласы болса қашып бара жатқан сурет бейнеленген. Үшінші суретте әкесі бала қонжықты әкеліп суға түсіреді, сөйтіп екеуі суда жүзіп шығады. Осы сурет бойынша мынадай мәтін құрастырып шықтық. Тақырыбы аю мен қонжық. Әке аю мен бала қонжық көл жағасына келеді. Әке аю бірден көлге шомылып кетеді. Ал бала қонжық болса, судан қорқып көл жағасында қалып қояды. Әке аю суда жүзуді үйреткісі келіп, қанша шақырса да, бала қонжық қорқып суға бармайды. Әкесі судан шығып, баласын желкесінен тістеп алып, суға бірге түседі. Сөйтіп, екеуі суда жүзіп кетеді. Біраздан кейін әке аю мен бала қонжық жағаға шығып демалады. Әкесі баласының суда жүзуді үйреніп кеткеніне риза болады. Келесі 49 жаттығуда кесте берілген, кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз дейді. Төмендегі алдымен сын есімдерді оқып шығамыз. Үлкен, ірі, жасыл, жақсы, ащы, домалақ, қышқыл, құрғақ, ұсақ, кіші, күлгін, бос, дәмді, тәтті, сопақ, сүйір. Бұл сын есімдердің барлығы қандай деген сұраққа жауап береді. Және оларды мағынасына қарай топтастырып жазып шығамыз. Алдымен кестедегі бірінші берілген түс бойынша жазып шығамыз. Түсі бойынша сын есімдерге жасыл, күлгін, боз деген сын есімдер жатады. Ал дәміне қарай біз ащы, қышқыл, дәмді, тәтті деп айтамыз. Көлеміне қарай үлкен, ірі, кіші, ұсақ деп айтамыз. Пішініне қарай домалақ, сопақ, сүйір деп айтамыз. Ал сапасына қарай жақсы, құрғақ деп айтамыз. Келесі 50 жаттығуда ребус берілген, ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрам.
Бірінші суретте тауықтың суреті берілген. Тауық деген сөзден соңғы 3 әріпін алып тастаймыз. Сол кезде бізде та сөзі қалады. Келесі екінші суретте қаздың суреті берілген. Қаз деген сөзден бастапқы 2 әріпін алып тастаған кезде з әріпі қалады. Ал үшінші суретте айдың суреті берілген. Ай сөзінен соңғы 1 әріпті алып тастаған кезде а әріпі қалады. Сонда бізде шешуінде таза деген сөз шығады. Енді осы шешуіндегі сөзге қатыстырып сөйлем құраймыз. Ержан таза киім киді. Ержан қандай киім киді? Таза киім киді. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.